Атырау облысының Қызылқоға аудандағы су басуы мүмкін ауылдарға әуеден бақылау жүргізілді. Күннің күрт жылуына байланысты аудандағы Ойыл, Сағыз, Ноғайт өзендері жылдағыдан ерте тасып, жағадағы ауылдарға қауіп төндіре бастаған. Сондықтан Сағыз ауылының ортасымен өтетін Ноғайт өзенінің жағалауына 7000 қапшық құм, 800 тонна топырақ төселді. Ал Миялы, Жангелдин ауылдарының көшелерінен 36 000 текше метр еріген қар суы сорылған. Су көп мөлшерде келуі байқалуда. Алайда сол сулардың Қызылқоға ауданының территориясынан өтуі бірқалыпты. Себебі өзен арнасымен өзінің өткізіліп жатыр. Сағыз және де Ноғайты өзендерінің жоғары бастаулары да қаралды. Ол жерлерде де Ақтөбе облысының аумақтарында судың бар болуы, көп болуы байқалуда. Алайда қазіргі уақытта Қызылқоға ауданының Сағыз ауылының тұстарында Ноғайт өзенінде өзінің арнасымен өтіп жатыр.